Саламатсыздар ма, YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода дәл осындай өте дәмді творожный пирог дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға 800 грамм ұнымызды міндетті түрде елеп саламыз. Үстінен сапасы жақсы сары май немесе маргаринімізді салып, үкіштен өткіземіз. Мұздай болу қажет. Және осылай қолмен уқалап, крошка дайындап аламыз. Жақсы уқалап болдық. Үстінен бір ас қасық разрыхлитель және жарты шай қасық ваниль құмшекерін саламыз. Құрғақ массамызды жақсылап араластырамыз. Үстінен қант ұнтағын салдым. Тура 200 грамм. Тәттілеу болуын қаласаңыздар, шамалы көп те қоссаңыздар болады. Үстінен жарты шай қасық куркума. Бұл да міндетті емес, жай ғана түсі сарғыш, әдемі болып шығу үшін осындай куркума қосамын. Жақсылап араластырып аламыз. Қант ұнтағымыз жақсы араластыру қажет. Мінекей араластырып алдық. Үстінен жұмыртқа және 2 ас қасық сметана немесе қаймақ саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жай ғана басып бірігу қажет. Илемейміз, қатты илемейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Мінекей осындай өте жұмсақ үлпілдегіш қамыр. Бұл қамырымызды алып, тура жарты сағатқа начинкасын дайындағанға дейін морозильникке немесе холодильникке салып тұрамыз. Мінекей менде осындай домашний творог. Алып блендерге саламыз және қант ұнтағын салып, ішіне аз-аздан ваниль құмшекерін салып араластырамыз. Мінекей осындай однородный пастообразный масса болады бізде. Шетке алып тұрып, қамырымызды осындай холодильниктен алдым мен. 2-ге бөліп аламыз. Біреуін шамалы үлкендеу, біреуін кішілеу жасаймыз. Кішілеу жағы үстіңгі жағына кетеді, үлкендеу жағы астыңғы жағына жаямыз. Шамалы осындай ұнға малып алып, зуала жасап аламыз. Үсті жағына холодильникке алып тұрсақ болады. Осылай астыңғы жағына жаямыз. Листің көлемінен шамалы үлкендеу қылып жаямыз. Шетіндегі бортигін шығару қажет. Міне осылай қалыңдығын көрсетіп өттім. Листке пергамент қағазын төсеп, осындай қамырымызды жайып аламыз үстінен. Қамырымыз өте жұмсақ, ақырындап жаямыз. Жетпей қалған жерлерін осындай бортикпен шығарамыз. Бортик жасап қолымызбен, асып тұрған жерін пышақпен ақырындап кесіп аламыз. Мінекей астыңғы зуаланы осылай жайып, бортигіні шығарып алдық. Үстіне дайындап қойған творогымызды бір келкі етіп жайып аламыз. Мінекей начинкамызды әдемілеп жайып алдық. Кейіннен алып қойған кіші зуаламызды жая бастаймыз. Үлкен зуаламызға қарағанда кіші зуаламызды шамалы жұқалау етіп жайып аламыз. Листің көлемімен бірдей жаюға әрекет жасаңыздар. Осындай ұзын лента етіп кесіп аламыз және пирогымыздың үстіне дәл видеодағыдай етіп жия бастаймыз. Өздеріңіз қалаған формада етіп жисаңыздар болады. Пирогымыздың үсті жағын сәндеп болдық. Енді үстінен жұмыртқаның сары уызын шамалы 1-2 тамшы су тамызып, үстінен барлық жерін бір келкі етіп үстінен жағып шығамыз. Ақ уызын істетпейміз. Пирогымызды 200 градуста, менде газ пеші болғандықтан алдымен астыны, кейін үстіні тура 30-35 минут шамасында пісіріп аласыздар. Өздеріңіз пештеріңізге қараңыздар.
Мінекей пирогым дайын, міндетті түрде суытып, кейіннен дастарханға кесіп тартамыз. Мінекей пирогымызды кесіп алдық. Аралары кәдімгідей көрініп тұр, өте әдемі, өте дәмді, қамыры өте үлпілдегіш, жұмсақ болып шыққан. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арғынама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.